Қазіргі таңда ЗПРР, ЗР деген сияқты неврологиялық диагноздар көбейіп кетті. Енді оның әрқайсысына жеке тоқталып, не екендігіне түсінік беріп кетейік. Ең бірінші ЗРР дегеніміз задержка речевого развития, яғни баланың сөйлеуі жасына сай емес, дамуы кешігіп жатқандығын білдіреді. Әдетте 3 жасқа дейінгі балаларға қойылады. Ал ЗПР дегеніміз задержка психического развития, яғни баланың психологиялық дамуының артта қалғандығын білдіреді. Ал ЗПРР болатын болса, задержка психоречевого развития, яғни балада психикасында да сөйлеуінде де дамуында кешігіп жатыр деген сөз. Көбінесе 3 жастан асқан жаңағы сөйлеуі қиындап кешіккен балаларға ЗРР-ге қойылатын диагноз. Жалпы айтқанда бұлардың барлығы ми жұмысының бұзылуы, яғни қабыну нейроқабынудан туындайды. Мидағы қан тамырлардың қорғаныш қабілетінің нашарлауын көрсетеді. Енді бұған алып келетін себептерге тоқталатын болсақ, бұған тек қана баладан емес, ата-анасының денсаулығы, яғни әкесінің де, анасының да, және де бұл бала босанып жатқан кезіндегі жағдайлар, одан кейін түрлі аурулармен, мысалы вируспен, бактериямен, саңырауқұлақтардан туындаған инфекциялармен ауырған кезде, ауадан, тұрмыстық заттардан келетін токсиндер, ауыр металдар, улану болғанда, және де сол отбасының тамақтану тәртібі бұзылысы болатын болса, егер анасының, әкесінің бойында қандай да бір витамин тапшылық, қандай да бір анемия болған кезде балада, анасында және ағзасында гипоксия туындайды. Миға оттегінің дұрыс бармауы да бұған әсер етеді. Сондықтан да анемия деп жеңіл қарауға болмайды. Баламен қарым-қатынастың аз болуы, сөйлесу болмауы, мысалы ата-анасы жұмыста болады, баласымен сөйлесу, қарым-қатынас аз болатын болса да бұл баланың дамуына кері әсерін тигізеді. Одан бөлек бала телефон, теледидарды көп қараған кезде олардың қимыл қозғалысы аз болады, сөйлесуі аз болады. Сондықтан бұның да әсері болады. Осының барлығы әсер етеді. Мысалға қандай да бір инфекциямен ауырды деп айтайық, мидағы қан тамырларының қорғаныш қабілеті нашар болған кезде вирус сол қан тамырларының қабырғасынан өтіп, нейрондардың, яғни мида нейрондар болады, бізде сол нейрондарды өлтіре бастайды. Нейрон жалпы біздің сөйлеу, қимылдау, эмоциялар барлығына жауап беруге көмектесетін болады. Енді біз қандай жағдайларда мән беруіміз керек? Егер бала 3-4 айға келген кезде ата-анасының сөзіне, қимылына реакция білдірмесе, 8-9 айға келген кезде бала гуілдеп, былдырлап, бір қандай да бір дыбыстар шығармайтын болса, 1 жастан асқан бала 10 сөз айту керек, қарапайым мысалға ал, бер, кел деген сияқты сөздерді айтпайтын болса, 1,5 жасқа келген кезде 2 ауыз сөздің басын құрап сөйлеуі керек. Мысалы, мама бер, апа кел деген сияқты. Егер 2 жасқа келген кезде сөздік қоры аз, ай сайын жаңа сөз қоспай жатса, басқалармен қатарластырып жаңа сөздер айтпайтын жағдайларда міндетті түрде ескеру керек осы жағдайларды. Тез арада біз әрекет етпейтін болсақ, одан ары қарай баланың жасы үлкейген сайын оның сөйлеуі қиындап, үлкендердің әңгімесін түсінбейтін болады. Ересектер өзара сөйлескенде оның сөздерін өзіне қайталап, немесе сөздің соңын, жартысын жұтып қоятын болады. Сондықтан да тез арада анықтап, біз ең бірінші бұның себебін анықтап, оны емдеуіміз керек. Яғни бір қандай да бір воспаление бар, мысалы нейровоспаление деп айтады, жаңағы нейроқабыну, немесе ағзада бір дефициттер болуы мүмкін, витаминдер, жаңағы анемия болуы мүмкін, темір табышты анемиялар ағзада миға дұрыс оттегі бармағандықтан соны емдеген жағдайда баланың дамуы жылдамдай бастайтын болады. Бұл кәдімгі дәлелденген жағдайлар, және де невролог кеңесі міндетті түрде ары қарай аптасына 3 рет логопед, дефектолог және психолог мамандармен жұмыс жасайды. Коррекциялық орталықтар және де қарым-қатынаста болу баламен, яғни уақыт бөліп, оны ойнатып, сөйлету, және де мидың жұмысын дамытатын, яғни ұсақ моторика деп айтаймыз, саусақтың ұшымен, табанның ұшымен, мысалға саусақ ұшымен нелер жасайды, сурет салады, пластилиндермен бір мүсіндерді жасау, және де дамытуға арналған қандай да бір жаттығуларды міндетті түрде балаға жасату керек.